Сәлеметсіздер ме, желі қолданушылар? Бүгін сіздермен бірге Ұлдала елі орталығының қызметкері Асанова Роза боламын. Бүгінгі біздің таныстыратын жәдігеріміздің түрі ол торсық деп аталады. Торсық орталық Азиядағы түркі халықтарының пайдаланған шұбат, қымыз, іркіт құюға арналған ыдыстарының бір түрі. Түйенің, өгіздің, бұғының мойын терісінен жасайды. Жұмсақ теріні иілеп, қалыпқа салып, ішінде кесіп алып, тасқамен тікеді. Сонымен қатар торсықты саба тәрізді қарағайдың бүрімен, аршаның немесе тобылғымен ұстайды. Торсықтың бірнеше түрлері бар. Атап айтатын болсақ, шимай торсық, мүйіз торсық, өркешті торсық және жан торсық деген түрлері бар. Торсық теріден жасалынады деп айттық, яғни бұл торсықтың көріп тұрғандарыңыздай мойны жіңішке, сонымен қатар бүйірі дөңгелек және де аузын жабуға осындай ағаштан тығын жасайды. Яғни бұл тығынды аузын жауып қоюға арналған. Сонымен қатар тығын жоғалып қалмау мақсатында қайыстан жіп жасап, осы торсықтың мойнына бекітіп қойып отырған. Мейіз торсықты қазақтар киелі заттардың бірі етіп санаған. Өйткені қошқар мейіз, марал мейіз, арқар мейіз өрнектері баршылықтың, байлықтың нышанын білдірген. Мейіз торсықтың тағы біз білмейтін бір сыры бар. Өйткені торсық ашытқы қызметінде жасаған екен. Неге? Өйткені бұл торсықтың ішін қанша жуғанмен екі жағындағы иіліп жасалынған бұрышында қымыздың жұғынысы қалып қояды екен. Яғни биенің сүтін құйған кезде өздігінен ашыту қызметін жасаған. Бұндай теріден жасалынған ыдыстар қазақтар қыста қыстауға, жазда жайлауға көшіп жүрген кезде өте ыңғайлы болған. Неге? Өйткені ішіне құйылған зат ешқандай ашымастан, басқа да құрамы өзгерместен температураны бір қалыпта сақтап отырған. Сонымен қатар көші-қон кезінде ыңғайлы болсын деп қоржынға немесе жолаушылар аттың егердің басына байлауға пайдаланған. Қазақ халқы қыста қыстауға, жазда жайлауға көшіп жүрген. Яғни сол кезде осындай теріден жасалынған торсықтарға ішіне қымыз немесе шұбат құйып өздерімен бірге алып жүрген. Бұл ыдыстар қоржынға салуға немесе жолаушылап жүрген адамдардың егерлерінің басына ілуге өте ыңғайлы болған.